парламент отырысында Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев Астананы Алматыдан Ақмолаға ауыстыру туралы ұсыныс жасады. 1997 жылы 20 қазанда Астананы Ақмолаға ауыстыру туралы жарлыққа қол қойылды. 2019 жылы 20 наурызда Қазақстан Республикасының жаңа президенті Қасым-Жомарт Тоқаев экс-президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың құрметіне Қазақстан Республикасының астанасы Астана қаласын Нұр-Сұлтан қаласы деп қайта айту туралы жарлыққа қол қойды. Сен Астана, Ақорда үлгімесің, күйімнің көмбірісің, көңілдің шіргілісің. Сен Астана, елімнің елтаңбасы, егеменді, қанатын кеңге жайған керегеңді, әлемнің айнасына айналғанда қадамың құтты болсын көрегенді. Жерімнің кіндігісің, елімнің кіндігісің, халқымның бірлігісің. Сен Астана, Ақорда үлгімісің, күйімнің көмбірісің, көңілдің шіргілісің. Сен Астана. Нұр-Сұлтан қаласы қазақтың жүрегі, бас қаласы астанасы. Туған күніңмен Нұр-Сұлтан Астана. Туған күнмен Нұр-Сұлтан қаласы.